Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математика сабағынан мен Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Башагин Жаңыл Хумарбек қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бөлім әлем музейлері. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көп таңбалы санды бір таңбалы, екі таңбалы, үш таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Сабақ мақсаты үш таңбалы сандарға бөлуді үйрену. Балалар, осы есептерді шығарып, оларды өсу ретімен жазсаңдар, сендер мәдени мұралардың қайда сақталатынын білетін боласыңдар. Ендеше сіздерге бірнеше минут берейін. Осы есептерді шығарып, қандай сөз пайда болатынын маған тауып айтып беріңіздерші. Өте тамаша, жарайсыздар балалар. Сіздердің жауаптарыңыз дәл менікіндей шықты деген сенімдемін. Егер қатесі болса, түзетіп алыңыздар. 52.070-ті 12-ге көбейтетін болсақ, 624.840 шығады екен. 326-ны 23-ге көбейтсем, 7.498. 53.080-ді 18-ге көбейтсем, 955.440. 4.25-ті 23-ге бөлетін болсам, 175. 842.751-ді 27-ге бөлсем, 31.213 шығады екен. Жақсы балалар, енді есептің мәніндегі сандарды өсу ретімен орналастырайық. Қане, өздеріңіз орналастырып шығыңыздаршы. Қандай сөз пайда болды балалар сіздерде? Я, дұрыс. Музей деген сөз пайда болады екен. Музей бұл өткен мен бүгінді жалғап тұрған алтын көпір. Ол жерге мәдени мұраларды сақтайды. Біз де бүгінгі сабақта өз білімімізге жауапкершілікпен қарап, мәдени мұраларға құрмет көрсетуді үйренеміз. Сабақ басында айтып кеткендей, үш таңбалы сандардың бөлу алгоритміне тоқталамыз. Қазір балалар мен сіздерге қалай бөлу керек екендігіне түсіндіретін боламын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. 45.156 санын 213 санына бөлетін боламыз. Бөлместен бұрын ең бірінші толымсыз бөлінгішті тауып аламыз. Толымсыз бөлінгіш бізде 451 саны. Енді 451-дің ішінде 213 неше рет екенін тауып аламыз. Ол үшін 4-ті 2-ге бөлемін. 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, 2 болады. Енді 213 санын 2-ге көбейтемін. 2-ні 3-ге көбейтсем 6 болады. 2-ні 1-ге көбейтсем 2 болады. 2-ні 2-ге көбейтсем 4 болады. Енді осы 2 санның айырмасын табамын. 1-ден 6 азайтылмайды. Сол себепті көршіден 1 ондық сұрап аламын. Сол кезде 11 саны пайда болады. 11-ден 6-ны азайтсам 5 болады. 4-ден 2-ні азайтсам 2 болады. Ал 4-ден 4 азайтсам 0 болады. Балалар, 25 қалды. 25 қалдық 213-ке бөліне ме? Жоқ балалар, бөлінбейді. Сол себепті
мен 5-ті әкеп жанына жазамын. Енді балалар, 255 санының ішінде 213 саны неше рет кездеседі? Ол үшін 2-ні 2-ге бөлетін боламын. 2-ні 2-ге бөлсем 1 болады. 1-ді 3-ке көбейтемін, 3 болады. 1-ді 1-ге көбейтемін, 1 болады. 1-ді 2-ге көбейтемін, 2 болады. Енді екеуінің айырмасын табамын. 5-тен 3-ді азайтсам 2 болады. 5-тен 1-ді азайтсам 4 болады. 2-ден 2-ні азайтсам 0 болады. 42 қалды балалар. 42 саны 213 санына бөліне ме? Әрине жоқ балалар, бөлінбейді. Сол себепті 42-ні жанына 6-ны әкеп жазамын. Енді 426 санының ішінде 213 неше рет кездеседі? Ол үшін 4-ті 2-ге бөлемін. 4-ті 2-ге бөлсем 2 болады. 2-ні 213 санына көбейтемін. 2-ні 3-ге көбейтсем 6 болады. 2-ні 1-ге көбейтсем 2 болады. 2-ні 2-ге көбейтсем 4 болады екен. Енді екеуінің айырмасын табамын. 426-дан 426-ны азайтқанда балалар 0 шығады. Яғни 0 қалдық. Біздің есебіміз осымен шықты. Яғни 45.156-ны 213-ке бөлгенде 212 болады екен. Жарайсыздар, тамаша. Осы есептің дұрыс емес екендігін қалай анықтаймыз? Немен анықтаймыз? Көбейту амал арқылы осы есепті тексеруге болады екен. Яғни бөлгішке бөліндіні мән көбейту арқылы тексереміз. 213-ке 212-ні көбейтетін боламын. Ең бірінші бірліктен көбейтуді бастаймын. 2-ні 3-ке көбейтемін, 6 болады. 2-ні 1-ге көбейтемін, 2 болады. 2-ні 2-ге көбейтемін, 4 болады. Келесі кезекте ондықтарды көбейтетін боламын. Біздегі ондығымыз 1. 1-ді 3-ке көбейтемін, 3 болады. 1-ді 1-ге көбейтсем, 1 болады. 1-ді 2-ге көбейтсем, 2 болады. Ал балалар, келесі кезекте жүздіктерді көбейтетін боламын. Біздегі 212 санының жүздігі 2. 2-ні 3-ке көбейтем, 6 болады. 2-ні 1-ге көбейтсем, 2 болады. 2-ні 2-ге көбейтсем, 4 болады. Енді осы шыққан мәндерді бір-біріне қосамын. 6-ның өзін жазамын. 2-ге 3-ті қоссам 5 болады. 4-ге 1-ді қоссам 5 болады. 5-ге 6-ны қоссам 11 болады. Бірін жазып, бірін ойға сақтаймын. 2-ге 2-ні қоссам 4, ойдағымен 5. Келесі 4-тің өзі жазылады. 45.156 шықты. Біздің бағанағы бастапқы есептегі 45.156 деген бөлінгіш санымыз шықты ма балалар? Бастапқы 45.156 деген санымыз пайда болды. Яғни есеп дұрыс деген сөз. Балалар, біз көбейтуді бөлу арқылы, бөлуді көбейту арқылы тексереді екенбіз. Ал енді есеп шығарайық. Қазір сіздерге есеп берілген, сол есепті шығарып бағамен және оны тексеру қажетсіздер. Ал енді есебімізді тексеріп алайық. 68.040-қа 216-ны бөлген кезде 315 болады екен. Ал мына біздің тексеруіміз. Дәл осыған сәйкестендіріп балалар
тексеріп алыңыздар. Енді үш таңбалы сандарды бөлу және көбейту алгоритміне байланысты есептерді вордфал әдісінде шығаратын боламыз. Сіздер айтылған жауаптардың дұрыс емес екендігі көрсетіліп тұрады. 12492-ні 347-ге бөлсем, қанша болады? Тамаша, 36 болады екен. 231.693 санын 231-ге бөлсем, неше болады? Жақсы, жарайсыздар. 1003 болады екен. 579-ды 856-ға көбейтсем, қанша болады екен? Я, 476.517 болады. 125-ті 456-ға көбейтсем, қанша болады екен? Я, балалар, 57.000 болады екен. 51.054-ті 127-ге бөлсем, қанша болады? Тамаша, 402 болады екен. 7595-ті 217-ге бөлсем, неше болады екен? Тамаша, балалар, 35 болады екен. Жарайсыздар. Және тағы бір есеп, 506-ны 908-ге көбейтсем, қанша болады екен? Беш 459.448 болады екен. Ал 607-ні 241-ге көбейтсем, қанша болады, балалар? Жарайсыздар. 146.287 болады екен. Ойлан талқыла әдісі арқылы есеп шығарайық. Музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін 50.000 теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жете ме? Осы сұраққа жауап іздеу мақсатында есеп шығаруды бастаймыз. Банк картасында сонымен 50.000 теңге бар. 48 билет 550 теңгеден, кәдесый 500 теңгеден 48 адамға жете ме? Шешуіне тоқталайық. Ең бірінші 550 теңгелік билетті 48-ге көбейтеміз. Сонда 26.400 теңге болады. Енді 50.000-нан 26.400-ді азайтып тастаймын. 23.600 болады. Енді кәдесыйдің бағасын бөліп жіберемін. Сонда 23.600-ді бөлемін 500-ге, 47 болады. 100 теңге. 47 адамға ғана кәдесыйға жетеді екен. Ал 400 теңге жетпей қалады. Сонда 50.400 теңге болса ғана 48 адамның барлығына жетеді екен. Кәдесый алуға жетпей тұрған ақша саны 400 теңге. Жауабы кәдесый алуға 400 теңге
жетпей тұр. Бізге әлі де 400 теңге қажет. Міне балалар, сабағымыздың соңына да келіп қалдық. Сабақ соңында, егер күннің көзін таңдасаңыздар, сабақты толығымен түсіндіңіздер. Егер бұлттың арасындағы күнді таңдасаңыздар, бүгінгі сабақты жартылай түсіндіңіздер. Егер қара бұлтты таңдасаңыздар, онда бүгінгі сабақта еш нәрсе түсінбедіңіздер. Бүгін біз ерекше саяхат жасадық. Ол музей әлеміне саяхат болды. Музей халықтың тарихы мен мәдениетін сақтайтын қастерлі орын. Біз сол әлемді математика тілімен зерттеп, есеп шығару арқылы түсіндік. Көрдіңдер ме балалар? Математика тек сандар емес, ол өмірдің өзі. Ол бізге ойлауды, дәлдікті және ұқыптылықты үйретеді. Бүгін сабақта үштанбалы санды бөлу алгоритмін қолдандық. Кері амал арқылы жауапты тексердік. Ақшаны жоспарлап есептеуді үйрендік. Жауапкершілік пен әдептілікті бойымызға дарыттық. Бүгінгі сабақта біз көптеген жаңа нәрселерді үйрендік және өзіміздің білімімізді арттыруға бір қадам жасадық. Білім біздің ең үлкен байлығымыз. Сондықтан әр сабақта алған жаңа білімін тек қана оқу материалын меңгерумен шектелмей, болашақтағы жетістіктерімізге жол ашады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген сенімдемін. Өмірде алған әр білімдеріңіз сіздердің болашақтарыңыздың бір жанған жарық шамшырағы болады деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.